Құрметті қалайық, құрметті қазақ халқы, құрметті патриоттар, өз елін жақсы көретін азаматтар, өз ұлтын сүйетін азаматтар. Ұлт жазылу емес, әрине. Біз ксенофобтарды жек көреміз, ультра ұлтшылдарды тағы жек көреміз. Біз ондай халық емеспіз. Біздің халықтың, шынын айту керек, психологиясы жансылған халық. Соны көтеру мақсатында біз әлем бойынша, жеке мен ғана емес, басқа да бір азаматтарымыз бар, олардың да посттарын осында видеоға салып, әңгілеп жариялап жүрмін. Мақсаты халықтың рухын көтеру. Сол мақсатта көптеген деректер табылып жатыр. Қазір сіздерге көрсетейін деп отырған дерек, ол өте сенсациялық дерек. Ол деректі тек қана осы кітапты жария еткен университеттің ғалымдары, сонымен қатар сол университетті бітірген студенттер, профессорлар солар ғана біледі. Сонымен қатар бұл кітаптың жария етіп кетіп отырған себебі, дәуде болса олар ойлайтын болу керек, бұл тарихтың мұрагерлері жоқ, сондықтан бұны жария ете беруге болады деп, бұны көпшілікке өздері жария етіп жіберіп отыр. Өйткені бұл деректі оқысаңыздар, былай айтқан кезде төбе шаштарыңыз тік тұрады. Қазір мен айтайын деп отырған жаңалық. Бұның дәлелі жоқ болатын, барлығы оны сиыр құйымшақтап, анда-мында тартпақтап, созбақтап, дәлелсіз қалдыратын. Бұл енді өте сенсациялық дерек. Сондықтан сіздердің тағы да айтамын, бұл видеомен жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар, көшіріп бөлісіңіздер, комментарияға лайк қойыңдар, енді пікір жазуға мүмкіндік болмаса лүпіл басыңдар. Жалпы бұл видео бүкіл Қазақстан бойынша таралсын. Бір алдыңғы видеоларым менде 3 миллион таралым ие болып, бүкіл Қазақстанға тараған. Сол секілді сіздерде жан-жаққа таратыңыздар бұл видеоны. Барлығы көрсін. Бұл өте сенсациялық дерек, өте маңызды дерек. Қазақ халқына былай айтқан кезде геноцид жасаудың түп тамыры неде екенін түсінетін дерек, түсінсеңіздер. Содан 1857 жылы Америка құрама штаттарының Массачусетс университетінің профессор, докторы Гудрич деген қазір мұқамасының кітаптың бәрін көресіздер, өзім қойып отырамын, бәрін соны оқып көріп аласыздар, сосын сол кітапты іздеп тауып оқып аласыздар, шамаларың жетсе. Гудрич деген әлем ұлттарының тарихы деген үлкен энциклопедиялық кітап жазады, өзі көлемі 675 сондай. Соның ішінде Қазақстан жері туралы жазылады. Сол деректе қазақтың жерін және Бұхара жерін, сонымен қатар Бұхара деймін. Енді Бұхара деп жазылған, Өзбекстан жерін Бұхара деп атаған. Сосын Қоқант, анау Қырғызстан жері, яғни орталық Азия, Туран. Сол Туранды Independent Tartaria деп жазған. Independent деген сөздің ауырмасы свободный, еркін, азат деген сөз. Ал өздеріңіз білесіздер, қазақ сөзінің бір синонимі, аудармасы еркін, азат, ешкімге бағынбайды деген сөз. Яғни олар жаңағы қазақ деген сөзді Independent Tartaria деп аударған. Тартария деген ол түрік деген сөз. Тартар деген негізінде ол татар болу керек, ал ол халықтың сондай мықты болғандығын, сондай қорқынышты болғандығын ескере отырып, олар өздерінің аңызындағы ежелгі көне христианға қатысы жоқ аңыздағы тозақтағы тартар деген халықтың атымен атаған. Өйткені өте батыр балуан біздің халық, және сол жақтың барлығын әркез жаулап отырған. Міне сол кітаптың 91-ші бетінде Independent Tartaria деп Қазақстан жерін көрсетіп қойған. Сонымен қатар ол жерге жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжістан бәрі кіріп тұр. Осы кітаптың 376-ші бетінде Тартарияның бұрынғы аты Скифия деп жазылған екен. Яғни қазір олар бір аттар Туран, ал ежелгі аты Скифия, ал оны біздер Тартария деп атаймыз. Ол жерді жаңағы кімдер? Қазақтар, ғұндар, түріктер, моғолдар, яғни Шыңғыс ханның халқы мекен еткен деп жазыпты. Және Шыңғыс ханның кім екен тағы бұл жерде бір тіркеме жазылып тұр. Көрдіңіздер ме? Міндетті түрде осы кітапта оқып алыңыздар. Содан Independent Tartaria, яғни қазақ Тартариясына немесе еркін Тартариясына мына мемлекеттер кіреді деп 377-ші бетте көрсеткен. Онда жоғарыда біз айтқандай Бұхара, Қоқан, Өзбек жерлері, яғни қазақ, қырғыз жерлері кіреді деп жазылған екен. Ал 381-ші бетінде бүкіл әлемге сенсация болатын дерек сол бетінде жазылған. Ол деректе Гудрич жазады, Иса пайғамбардың туған күнінен
2000 жыл бұрын, яғни қазіргі уақыттан 4 жыл бұрын анау Перғауындар империясын тас талқан еткен осы скифтар болады деп жазыпты. Сонымен қатар олардың сол кездегі атауы гиксок ете деп жазыпты. Қараңыздаршы, гиксок. Енді өздеріңіз сол перғауындарды қиратқан қай халық деп Гуглдан гиксок деп іздесеңіздер, ол фактімен айтпайды. Ешқандай дәлелі жоқ. Бәрі жорамалмен. Біреулер айтады Передний Азиядан дейтін, Иран жақты көрсетеді, біреулер Сирия жақты көрсетеді. Ал конкретно Қазақстан жерін көрсетпейді. Кейбір біздің дербес тарихшылар гипотеза бойынша оны сақтар деп айтқан. Гиксок дегенде гиксак болып тұр ғой, скифтар. А мына кісі, жаңа Гудрич анық жазып тұр, өйткені бұның бүкіл жерге доступы болып тұр ғой. Сол 1850 жылдары Конгрестің рұқсатымен жария етілген бұл кітап. Сондықтан бұл кітапты аямай бөлісіңіздер, тағы айтамын осы деректі. Содан бұлар дейді, сол Египет жерінде, Мысыр жерінде дейді, ежелгі перғауындарды қиратып дейді, 260 жыл билік үстемдік етті дейді. Өздеріңіз білесіздер, перғауындар деген ол әлемге құлдық жүйенің айтқан кезде азбукасын жазған немене оңбағандар. Сонымен қатар осы бетінде бұл халық, скиф халқы соғыс жасағанды өте жақсы көреді дейді, соғысқанды дейді, жеңгенді жақсы көреді. Сонымен қатар бұнда суға қан тамшылатып анттасу да бар екен. Короче, дерекпен бөлісіп өте алыңыздар. Рахмет.